Астанадағы Yellows қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Оның 2023 жылы ақш-та орналасқан жаңартылған энергия көздеріне инвестиция салу желеуімен жеке тұлғалардан ақша тарту мақсатында кеңсе жалдап, Energy Yellows Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тіркегені анықталды. Инвесторлардың қаражаты криптовалюта түрінде тартылды және есепке алу мен қайта бөлу үшін шетелдік хакерлер жасаған Energy Yellows Info платформасында көрсетілді. Астанада ақшасын салған 535 адам тартылды. Сот шешімімен 187 миллион теңгеге тең 408 мың USDT көлеміндегі криптовалюта мемлекет пайдасына тәркіленді. Сот үкімімен ұйымдастырушы кінәлі деп танылып, оған мүлкі тәркіленіп 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру, 5 жыл мерзімге азаматтардың қаражаты мен инвестицияларын тартуға байланысты қызметпен айналысу құқығынан айыру жазасы тағайындалды.